Отандық фильмдердің прокаты тағы бір су жаңа фильммен толықты. Бұл жолы ешқандай да комедия, драма емес, психологиялық фильм түсірілген. Ана деп аталатын фильмнің тұсаукесеріне рөлді сомдаған актерлар мен түсірілім тобы арнайы келді. Ал түсірілім кезінде аса қиындықтар болған жоқ, дейді фильмнің режиссері Ахан Сатаев. На самом деле, да, я люблю очень жанр триллер. Негізінде, мен триллер жанрын жақсы көремін. Бұл менің сүйікті жанрым. Мұндай бағыттағы кез келген ұсыныс пен жобаны қуана қабылдаймын. Түсірілім барысы аса қиын болған жоқ. Мен ұжыммен жұмыс істеп үйренгенмін. Тек Айсұлудың ауамен, сумен түсірілетін экстремальды түсірілім күндері болды. Ол кездегі қиындықтарды бірге жеңдік деп ойлаймын. Үлкен қалада өмір сүретін жас ана мен оның кішкентай қызының оқиғалары баяндалатын. Бұл фильмнің басты рөлі Айсұлу Әзімбаеваға бұйырған. Актриса бұл фильмге шақырылғанына қуанғанымен, жанрдың ерекшелігі ішкі жан дүниесіне әсер еткенін жасырмайды. Ал оның кішкентай қызы рөлін сомдаған Анастасияның алғашқы дебюті екенін айта кетейік. Это первый раз, наверное, так происходит. Бұл бірінші рет кинода мені сценарий құруға шақырды. Бұл әрине қызық әрі жауапты іс, бір шетінен ыңғайлы. Мысалы, біз Ақан екеуміз түсірілім кезінде де менің ішімде болып жатқан өзгеріс пен құбылысты енгізуге тырысып отырдық. Яғни сценарий ішкі жан дүние мен жүрекпен жасалды. Ну, как сказать? Енді қалай айтсам екен, әрине маған бәрі ұнады. Менің алғашқы дебюттік фильмім осындай ерекше болғаны қуантты. Әсіресе осындай тамаша ұжыммен, аға әпкелермен жұмыс істеу мен үшін үлкен мектеп. Менің кейіпкерім өте эмоционалды әрі қиын адам. Менің өз мінезім мүлдем басқа. Маған қиын болды әрине, бірақ түсірілім топ көп көмектесті. Аталмыш фильмнің алдын ала көрсетіліміне өнер адамдары мен кино саласының майталмандары да жиналды. Айтуларынша, психологиялық жанрда түсірілген фильм адамның психологиясына әсер етпей қоймайды екен. Тіпті фильмнен кейін де әсерден арыла алмағандарын жасырмады. Вы знаете, я испытываю очень странные эмоции. Білесіздер ме, сондай қызық, түсініксіз эмоцияда болдым. Өйткені мүмкін осындай психологиялық киноны көптен көрмегеннен шығар. Бұл фильм біздің қоғамның нәзік жандыларына, жас қыздарға керек әрі қызықты тақырыпты қозғады деп ойлаймын. Өмірде өмір мен өлім арасында қандай да бір таңдау жасауға тура келетін жағдайлар болады ғой. Міне, бұл фильм соны көрсетті. Сейчас тяжело говорить, потому что я, наверное, все-таки женщина. Қазір айту қиын сияқты, себебі мен әйел затымын ғой. Шынында барлық әйелдер үшін осындай күш тілеймін Құдайдан. Өйткені біздің өмір жолымыз әртүрлі болғанымен жанымыз бір әйел заты. Нәзік жандылардың жанында бәрібір мықты ер адам болуы керек деп ойлаймын. Қазір фильмнен кейін ішкі жан дүниемде психологиялық бір құбылыс болып жатқан сияқты. Айтып түсіндіру қиын. Айта кетейік, Ахан Сатаевтың Ана фильмі бүгіннен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында көрсетіле бастады. Отбасыңызбен барып демалып, мақтаулы фильмнің бағасын беріңіз.